Баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен майлық салғыш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар өз қалауыңыз бойынша кез келген осындай өте әдемі моншақ және де кез келген мата. Мен осындай матаны таңдап алдым. Және де бізге 3 дискі қажет болады. Және де желім, ыстық клей немесе мастер клей болады. Міне осылай дискімізді қиып аламыз. Мен қайшымен қиып алдым. Міне осылай қиып аламыз. Енді дискімізді матамызға бастырып аламыз. Барлығын осылай бастырып шығамыз. Міне осылай қиып шығамыз. Екі жағына да бірдей сызып қиып аламыз. Енді осыны дискімізге желіммен жабыстыратын боламыз. Осылай дискінің екі жағына да керек болады матамыз. Енді дискімізге желімімізді жағамыз. Мен осылай жан-жағына жағып аламыз, біркелкі етіп, әйтпесе барлық жері түгелдей жабыспай қалуы мүмкін. Біркелкі болуы тиіс. Мен мастер клеймен жабыстырып жатырмын. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген клеймен, желмен жабыстыруға болады. Міне осылай үстінен бастырып аламыз. Сәл жабысқанша. Міне осылай қатты бастырамыз. Жабысу үшін. Артық жерлерін қиып тастаймыз матамызды. Дәл солай қалған дискілерімізді де солай жабыстырып шығамыз. Міне осылай жабыстырып аламыз. Шеттерін де біріктіріп шығамыз. Желімімізбен.
Не біз осылай жабыстыратын боламыз қазір. Не осы қиылмаған дискімізге моншағымызды ыстық желмен жабыстырып шығамыз. Барлық жерін айналдырып жабыстырамыз. Артық жерін қиып тастаймыз. Енді келесі дисклерімізді дәл солай жабыстырып шығамыз. Бірақ толықтай жабыстырмаймыз, астыңғы жағын қалдырамыз, себебі оны біз бағанағы дискімізге жабыстырамыз. Артық жерін қиып тастаймыз. Дәл осылай үшінші дискімізге жабыстырып шығамыз. Енді артық жерін қиып тастаймыз. Енді біз дисклерімізді жабыстыратын боламыз. Ыстық клеймен жабыстырып аламыз. Астыңғы жағын. Біркелкі ортада болуы керек. Міне біздің майлық салғышымыз дайын. Өте керемет майлық салғыш шықты. Жандарын өздеріңіздің қалауыңызша әдемілеулеріңізге болады. Маған осындай түрі ұнады, сол себепті осылай қалдырамын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арай. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.